болып депутаттықта отыр. Сондықтан Санжар Бұқаев, Әділетхан Молдахан, тағы қайтып шығып, кожный креслоға еге болады. Мен сенбеймін, себебі нағыз халық жанашырлары, нағыз қылмыскер емес, адал үкіметтің бір тасына зияны тимеген саяси белсенділер, қарағандылық саяси белсенділер, Нартәуекелдің жігіттері, жай ғана әр қазақтың баласына 18 жасқа дейін 70 мың теңге сұраған жігіттердің, 7 жігіттің әлі күнге дейін 7 ай 8 айдың көлемі болды, соты өткен жоқ. Түсінесіздер ма? Ал бұларды қамайды да 15 күннің ішінде сотын өткізіп, әкімшілік жазаға тартып қайтып шығарады. Ал бұлар мемлекеттік қызметтерді қолдарына алып атқарып жүр. Ал қарапайым әр балаға 70 мың теңге сұраған қарағандылық белсенділер, немесе қоғам белсенділері, немесе Марат Жыланбаев, немесе Әйгерім Тілеужан, Думан Мұхаммедкәрім бұл үкіметтің бір тасында алып, бұл үкіметтің қызметін жасаған жоқ. Жай ғана өзінің талабын, өзінің сөз бостандығының, өзінің әділдігін сұрағаны үшін кемі 5, ұзағында 7 жылға сотталып кетті. Ал мынадай үкіметтің қуыршақтарына мен сенбеймін. Сосын мына қазір Әділетхан Молдаханға барлық заңгерлер Мейірман Шөкеев шығып жатыр екен. Ана бір Мұрат деген депутат жүгіріп жүр. Жаңағы бірнеше танымалды тұлғалар Әділетхан Молдахан үшін сөйлеп жатыр соцсетиларда, өзінің пікірін білдіріп, өзінің талабын қойып жатыр. Сол 200-ді қазақтың қызметкерлеріне, заңгерлерге, әсіресе Жан Ахмет, журналист, блогер, заңгер Мейірман Шөкеевке, тағы бір-екі депутатқа, сендер Марат Жыланбаевты танымайсыңдар ма? Неге Марат Жыланбаев үшін бір рет видео үндеу жолдай алмайсыңдар? Жоқ әлде Руслан Өтепбай, сен өзіңнің үзеңгілес әріптесің Әйгерім Тілеужан танымайсың ба? Думан Мұхаммедкәрімді танымайсың ба? Неге оларды бір ауыз әріптестік солидарностьты танытып, барлығың бір журналистсіңдер, қазақтың журналистсіңдер, солидарность танытып, олардың қамақта отырғаны әділетсізге екенін бір ауыз айтпайсыңдар. Мен оның жауабын білемін. Руслан Өтепберген, Жан Ахмет, жаңағы заңгер Мейірбан. Себебі Марат Жыланбаевтың, Думан Мұхаммедкәрімнің, Әйгерім Тілеужанның ісін айтуға, атын атауға және олардың жазықсыз екенін айтуға сендерге үкімет достық берген жоқ. Сендер осы қазіргі таңда халықтың алдында жүріп жанашыр болып жүрген блогер, заңгерлер, сендер үкімет рұқсат берген проблеманы ғана көтересіңдер. Ал Марат Жыланбаевтың, Әйгерім Тілеужанның, Думан Мұхаммедкәрімнің, тағы да бірнеше саяси белсенділердің және әскердегі өліп жатқан солдаттардың мәселесіне сендерге Тоқаевтың жүйесі рұқсат берген жоқ. Оны сендер ауыздарыңа аламайсыңдар. Міне сендердің сатқындық 200-ліктерің. Заңгер деген, журналист деген, блогер деген қоғамымыздағы болып жатқан барлық мәселені бірдей айтып, бірдей күресу керек. Ал сендер алалап отырсыңдар. Тек қана мемлекеттен өздеріңе рұқсат берілген мәселені ғана айтасыңдар. Сондықтан бұндай сайқы мазақты қойыңыздар. Халық енді сендердің бұндай ойнаған спектакльдеріңе сенбейді.